Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram парақшамда айтқандағыдай ипотеканың белгілі бір бөлігін қайтару туралы айтқым келеді. Бұл видеоны міндетті түрде туыстарыңызға және де таныстарыңызға жіберіңіздер. Себебі 2025 жылдан бастап мемлекет ай сайын ипотека үшін займ төлейтін адамдарға дәл осындай көмек беріп отырады. Алдымен менің Instagram және YouTube каналыма тіркелсеңіздер, онда сіздер менің дәл осындай видео көп шығаруыма себепші боласыздар. Ал енді бастасақ, ипотеканың белгілі бір бөлігін қайтару үшін біз ең бірінші ай сайынғы төлемді есептеуіміз қажет. Ай сайынғы төлемді есептеу үшін қазір мен сіздерге мысал келтіретін боламын. Мысалы, сіздің ай сайынғы төлейтін ипотекаңыз мысалы 250 мың теңгені құрайтын болады. Біз білеміз, ай сайын төлейтін төлемнің белгілі бір бөлігі вознаграждение және белгілі бір бөлігі основной долг болады. Мысалы, 250 мың теңгенің сізде 180 мың теңгесі вознаграждение, ал қалған 70 мың теңгесі основной долг болсын. Енді сізге қайтатын сома өте оңай. Бұл жерде вознаграждениенің 10%, яғни 18 мың теңгесін сіз қайтарып аласыз. Ал енді бұл сума қайту үшін не істеу керек? Бұл сума қайту үшін сіздерден міндетті түрде ресми табыс, яғни официальная зарплата болу қажет. Мысалы, мен сіздерге айтатын, жаңағы 250 мың теңге сіз ай сайын ипотека төлеп отырсыз, ал сіздің ай сайынғы табысыңыз мысалы 300 мың теңге, зарплата 300 мың теңге. Енді мен 300 мың көрсеттім, өйткені сізде зарплата бұдан төмен болса, сіз ай сайынғы 250 мың теңге төлейтін ипотеканы ала алмаушы едіңіз. Сондықтан сіздерге мысал ретінде 300 мың теңге көрсетіп тұрмын. Ал енді мұқият қараңыздар, бізде зарплата 300 мың теңге болды, ал бізде 300 мың теңге бұл оклад, яғни начисление. Бұл жерде барлық налогтарды, пенсионный ИПН-ді алып тастағанда, зарплата бізде на руки 243 мың 105 теңгені құрайтын болады. Бұл жерде сіздің төлейтін ИПН-іңіз 20 мың 895 теңге. Бұл ИПН-нан жаңағы бағана экономить еткен, яғни қайтарған 18 мың теңгені алып тастаймыз, сонда сізде ИПН-нің мөлшері 2895 теңгені құрайды. Ал енді зарплата қаншалықты өседі? Мінекей, сізде егер оклад 300 мың теңге болса, онда сіз басында қолыңызға 243 мың 105 теңге алған болатыныңыз. Енді оған қосамыз бағанағы ипотека бойынша қайтарылатын сумманы қосамыз, сонда сіз бұрын 243 мың 105 теңге зарплата алған болсаңыз, енді сіз 261 мың 105 теңге зарплата алатын боласыз. Мінекей, дәл осылай ипотеканың бір бөлігін қайтаруға немесе зарплатаны өсіруге болады. Бұл үшін сіздерге бірқатар құжаттар қажет. Ол құжаттар қандай екені дәл қазір сіздерде экранда шығатын болады. Сол құжаттарды жинап, өзіңіздің бухгалтеріңізге немесе жұмыс берушіңізге бара аласыздар. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға тіркеліңіз және сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.